Sine ballar oturumlar. Bugün sabahka дейін көңіл күйден қандай? Бүгін sabahta күн жоқ. Есім қамаласы жоқ себепті. Отыр алыңдар. Бүгін сабағымыз тақырыбы Шерхан Мұртазаның бесеудің хаты драмасының композициясы мен кейіпкерлері. Енді сабақтың оқу мақсаты қандай? Әдеби шығарманың сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну, көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау, шығарманың тарихи және көркемдік құрылымын анықтап, бағалау. Оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийі сюжеттік композициялық құрылысына қарай идеясын анықтайды, кейіпкерлердің ерекшеліктері бойынша типтік образдарды анықтайды, шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, пікір білдіреді. Балалар үй тапсырмасын төңкерілген сұрақ әдісі бойынша пысықтайықтар. Ал. Мен сұрағым Айдана қойым келеді. Шерхан Мұртаза қай роман үшін Қазақ КСР-ның мемлекеттік сыйлығының лауреаты болды? Жазушы Қараман романы үшін 1978 жылы Қазақ КСР мемлекеттік лауреатының иегері болды. Ал. Мен сұрағым қысқармалар. Шерхан Мұртаза өзінің еңбек жолын қай саладан бастады? Шерхан Мұртаза еңбек жолын ол баспа редакторларынан бастаған болады. Тамаша. Ал. Мен сұрағымды Әкежан Ағылайым. Шерхан Мұртаза 3-ші курста қай университетте қай жылы тамамдады? Шерхан Мұртаза 3-ші курста Ломоносов атындағы Москва мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне ауысып 1955 жылы тамамдады. Айдана, айда ой. Мен сұрағымды Айтсана қоямын. Жазушы 2002 жылы кітаптар жинаған қандай кітаптармен байытты? Жазушы Шерхан Мұртаза 2002 жылы Ақындар мен әкімдер атты кітаптармен байытты. Дұрыс айтасың. Айсана, енді балалар, бесеудің хаты авторлары кім? Ол хаттың мазмұны қандай деп ойлайсыңдар? 1938 жылдағы Ал енді бесеудің хаты драмасына арқау болғаны қандай оқиға? Елбасынан түскен азапты күндер қолдан жасалған, яғни Сталин бұйрығымен ұжымдастыру арқылы жасалған қолданыстан ашады. Ал енді бірінші тапсырмаға назар аударамыз, бірінші топ. Шерхан Мұртазаның бесеудің хаты драмасын оқыңыз, оқиға таулы әдіс арқылы композициялық құрылымына талдау жасаймыз. Дескрипторы. Мұны тұр. Ал екінші топ. Шерхан Мұртазаның бесеудің хаты драмасындағы маңызды оқиғаны анықтап, автордың идея жеткізу шеберлігінен дәлел келтіріңіз. Бөлім, маңызды оқиға, идеясы дәлел. Нақты келтіреміз. Дескрипторы бөлімін көрсетеді, маңызды оқиғаны анықтайды, шығарма идеясымен байланыстырады, драмадан мысал келтіреді. Сен айтқан болған Біз топ дайын. Ал айталыш. Шерхан Мұртазаның бесеудің хаты драмасының композициялық құрылысы, оқиғаның басталуы, Сталин мен Рысқұловтың әңгімесі, оқиғаның байланысы, Голощекиннің кезектен бюросы, оқиғаның шарттар шегі, Нұрхан мен Мүсіреповтің Ақбоз үйге жолығуы, оқиғаның шеренісі, ана дүниедегі өмір, оқиғаның шешімі, Рысқұлов пен Мүсіреповтың жерге шолуы. Тамаша талдау. Ал екінші топтың. Біз бөлім бойынша туралы оқығанадық, ал маңызды оқиға бойынша бұл Қазақстандағы болып жатқан оқиғаны Сталин Голощекиннен емес Рысқұловтан естуі. Ал идеясы Қазақстандағы ахуалдың жеткізілуі. Дәлел Сталин мен Рысқұловтың кездесуі. Ал енді тағы кім қосады? Бөлім бойынша бірінші сюжет маңызды оқиға Голощекиннің жиналысы күндері, идеясы бесеудің хаты. Дәлел жиналыстағы диалогтар. Тамаша, нақты айтыңдар. Балалар енді сыншы доса қалыптасушы бағалау арқылы біріміз бағалау дейікші қайна? Мен бағасым Аха, айта Мен Айдананы бағалағым келеді, ол өз ойын ашық әрі нақты жеткізеді. Тамаша, ал Әке, мен Айжанды бағалағым келеді, себебі ол композиция халыққа нақты талдады. жақсы талдады. Сындарыңыздың келешекке бағдар. Айтпайсыңдар ғой? Ондай пікірлерің бар ма, жоқ па? Жоқ, бар. Бәрі жақсы өтті. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударамыз балалар. Кейс әдісі бойынша бірінші бөлім, бірінші сурет оқыңдар. Кейс тапсырмалар, бірінші, екінші сұрақ. Рысқұловтың және Сталинмен әңгімесінен қандай мәселені аңғаруға болады? Голощекиннің шұғыл жиналысы өткізуінің себебі неге деп ойлайсыздар? Фрауатты рөлдік ойын арқылы сахналанды. Екінші топ. Бірінші бөлім, 4 суретті оқыңдар. Кейс тапсырмалар. Нұрхан ақын кетті, субханалар деді. Нұрхан ақын жырында бейнеленген сұмдық суретті өз сөзімен баяндап берді. Бірінші суретте рөлдік ойын арқылы сахналанды. Ал
Біздің топ сұраққа жауап бере берсе. Кейс тапсырмасын дайынсың ба? Ал кім жауап береді бірінші сұраққа? Айта бер. Сталин мен Рысқұловтың әңгімесінен қандай мәселені аңғардыңдар? Бұл жердегі мәселе ашаршылық жылдарындағы ел ішінің жағдайы. Екінші сұраққа кім жауап береді топтар? Ал. Гавашекиннен шығу жиналыс өткізуінің себебі бесеудің хатын Сталинге жеткізбеу. Егер ол Сталинге жеткен жағдайда елде бүлік шығу, сол үшін соның алдын алу. Ал прологты оқиған дайынсыздар ма сахналауға? Кім келеді? Ерхан екеуің келесіңдер, Әлиби кел. Екінші дайын отырамыз. Неге біз жағдайды Қазақстандағы Гавашекиннен емес, Мәскеудегі Рысқұловтан білеміз? Неге сенен басқа ешкім ләм-мим демейді? Мен де басқалар сізге Қазақстандағы өрескел бұрмалашылықты сізге жеткізуге тырысқан, бірақ олардың дауысы сізге жетпей жатыр. Бұл қалайша сонда? Мысалы, жазушы Ғабит Мүсірепов бастаған 5 адам сізге хат жазған, бірақ хат ұсталған. Тамаша. Өте қысқа прологтың бізде. Ал келесі екінші топ. Кейс тапсырмасына. Нұрхан жолдан Ақбозүйді көріп, ол осы үйде жақсылық болады деген оймен ішке кірген сәтте, ол жерден әбілістер мен қара диюлерді көріп шошып кетеді. Сол себептен ол Субихана Дұрыс айтасың. Айдана, ал екінші сұраққа кім жауап береді? Нұрхан ақын жырында бейнеленген сұмдық суретте ашаршылықтан зардап шеккен адамдардың сирақтары сырықтай, білегі күйген шыбықтай, саусағы солған сүліктей болып қалғанын, адамдардың тозып қалғанын бейнелейді. Бұл сүліктей, сирақтай дегеніміз не бұның бәрі? Қандай көркемдік құрал? Дене дұрыс айтасың, иә, отыра отыр. Ал бірінші суретті бөлігі ойын арқылы сахналауға дайынсыңдар ма? Кейімдер. Бірінші бөлім, бірінші сурет, иә? Жолдастар, жау шапқандай түн ішінде неге бюро шақырды деп ренжімеңіздер. Ал жалпы жау шапты десе де болғандай. Міне жау. Жолымда жаман Филипп Исаевич. Бүйірден шыққан жау жаман, қоқпадан шыққан дау жаман. Ізмұхан дұрыс айтады. Іштен шыққан жау жаман, қаскөйлер өз ішімізден де шығып отыр. Ол не Филипп Исаевич, зәреңізді алмай айтсаңызшы. Неге сенің зәрең шағалды, а? Сенің бүйрегің бұрып тұрмаушы ма еді? Әне, біреу жанышырмақ. Құдай үшін айтсаңызшы, неге тұспалдап тұрғаныңыз? Біз өзі өрт сөндіретіндей неге асық жиналдық? Не талқыламақпыз? Я, өрт сөндіреміз, өрт. Қандай өрт? Я, шында да әңгіменің басынан бастайық. Қаралатын мәселе біреу, бесеудің хаты. Тамаша, нақты айтыңдар, отырыңдар. Тамаша сахналады. Екінші топ. Ал енді кейс тапсырмасы бойынша қалыптасушы бағалау берейік. Бір-бірімізге екі бір тегіз бойынша. Ал Ерхан. Мен өз жұлдызымды осы топтың ұлдарына бергім келеді, себебі көріністі жақсы орындады деп ойлаймын. Ұлдар жақсы көріністі тамаша қойды. Ал сен тұңғыш кімге бересің, Әлиби? Мен өз жұлдызымды Айданаға бергім келеді, себебі ол сұраққа өте дұрыс жауап берді деген ойлаймын. Ал екі Айдананы дұрыс бағалайсың ба? Иә. Ал Салтанат? Мен өз жұлдызымды Айданаға бергім келеді, себебі ол өз сұрағын мәтіннен мысал дәлелдеді. Отырамын. Ал екінші топ, бірінші топ бағалашы кәні? Мен өз жұлдызымды Әкежанға бергім келеді. Бүгінгі сабаққа белсене қатысты, сұрақтарға жақсы жауап. Ал тағы да? Мен өз жұлдызымды Әлибиге бергім келеді, себебі ол көріністі нақты ашып көрсетті. Нақты ашып көрсетті, Әлибиге берді. Ал тамаша балалар, бір-бірімізді бағалады. Енді үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Шерхан Мұхтазардың бесеудің хатырамасынан Рысқұловтың Ғабит Мүсіреповтің бейнесін анықтаңыз. Автор қолданған көркемдік тәсіл драмада мысал, кейіпкер портреті, кейіпкердің сөйлеу тілі, кейіпкердің мінез-құлқы. Бірінші топ. Дескриптор романы. Екінші топқа драматург Шерхан Мұхтазардың бесеудің хатырамасы кейіпкерлерінің ерекшеліктері бойынша типтік образдар анықталды. Құрамысы Нұрхан Сталин берілген өмірлік мақсат мұраты, кейіпкердің өз ортасында көзқарасы, қарым-қатынасы, кейіпкер тілі. Ал дайынсың ба? Ал кім жауап береді? Мен. Ал айта ойран. Кейіпкер портреті драмадан мысал, Бергметте өрдел шынар сияқты ағашын түбіне екелес шыға береді. Біреуі Рысқұлов, біреуі Мүсірепов. Дұрыс айтты. Сөйлеу тіліне кім мысал келтіреді? Мен Ғабит Мүсіреповтің сөйлеу тіліне мысал келтіргім келеді. Ол бұл сөзде астапыралла мынау не сұмдық тұрағаға деген кезде одағайды қолданған. Ол өзінің таңданысын білдірген. Таңданысын білдірді. Кейіпкер мінез-құлықтарын көрсетеді.
тұраршылық пен ғабит мүсіреповтің мінез құлқын кім көрсете алады? Ал Әлібек кейіпкер мінез құлқы, яғни бұл Ғабит Мүсірепов пен Тұрар Рысқұлов елдегі болып жатқан жағдайды байыппен бағалап отырды. Мұхтар пайғамбар ғой деген сөзді мәтіннен алдық, драмадан алдық. Тамаша жауап берді. Ал екінші топ өмірлік мақсат мұраты, кейіпкердің өмір сүрген ортасына көзқарасы, қарым-қатынасы, кейіпкер тілі. Құрамысы Нұрхан Сталин. Кім жауап береді? Құрамысы айтады. Құрамысы өмірлік мақсаты болып жатқан жағдайды Сталинге жеткізбеу, ал адамдармен қарым-қатынасы жағымпаздану, көкірегін көтеру. Кейіпкер тілі шығармадан мысал келтірер болсақ, Субханалла, Субханалла. Ол құрамсыздың сөзі ме еді? Құрамсыз айтады, иә? Жаудан да жаман пейілді сайып. Жаудан да жаман пейілді сайып. Ал отыр, ой, тамаша. Ал екінші Нұрханға. Нұрханның өмірлік мақсат мұраты ашаршылықты жою және кейіпкердің өзі өмір сүрген ортасында көзқарасы, қарым-қатынасы, өзінің сөзін ашық әрі нақты жеткізе алады. Және де кейіпкер тілі ақ жауыздар, бәсе кіндіктен түскен екен ғой, құзғын қарғалар, құзғын тас қарғалар. Құзғын қарғалар, құзғын тас қарғалар. Ал енді Сталинден өмірлік мақсат мұраты. Ал Әлем? Өмірлік мақсаты Сталиннің реформалар соңына жеткізу, кейіпкердің болмысы оның көкіректігі, өзіншілігі. Кейіпкердің тілігі неге біз жағдайды қазақстандық Голощекиннен емес, өзгедегі Рысқұловтан білеміз деген сөздің бар. Апат сөзін мысалға келтіре аласың, иә? Тамаша. Ал енді Қалташ балалар ретінде не жақсы? Не жақсы болды ойларында? Топтың ішіне өзіміз бағалайық. Аяжан, кімді бағалаш? Әлібейді. Әліби ол сұрақтарға өз еркімен және де нақты жауап берді. Нақты жауап берді, мысал келтірді. Ал тағы кім жауап берді топта бізде? Ерхат жауап берді. Ерхатты салтанат бағалай ғой. Ерхат өзінің шығармадан мысал келтіре отырып, нақты жауап бере алды. Ал екінші топтың ішінде бізде Айдана жауап берді, екі Айдана жауап берді, одан Әлем жауап берді. Кім бағалайды? Айдана, сен Әлемді бағалашы? Мен Әлемді кітаптан нақты мысалдар ала отырып, өзінің ойын еркін жеткізді. Ал тағы кім бағалайды? Әлем кімді бағалайсың? Мен Айдананы бағалаймын. Ол өзінің тапсырмаларды еркін орындап, еркін сөйлеп отты. Еркін сөйледі. Ал тағы да кім бағалаймыз? Рысқұл Айдананы бағалымдар ғой. Кім бағалайды? Айдана, өзің Айдананы бағалап кетші кім? Айдана нақты жауап беріп отыр. Нақты жауап беріп, дәлел келтірді, иә? Отыра қойыңдар. Ал балалар, енді төртінші тапсырмаға назар аударамыз. Шерхан Мұртазаның Бекердің драмасының тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, ойыңызды төрт сөйлем әдіс арқылы жеткізіңіз. Пікір, дәлел, мысал, қорытынды. Дескриптор тарихи құндылығын анықтайды, көркемдік құндылығына мысал келтіреді, өз ойымен байланыстырады, төрт сөйлем арқылы өз ойын дәлелдеп мысал келтіреді. Ал ойланамыз. Тарихи құндылығы неде? Драманы. Көркемдік құндылығы неде? Тарихи құндылығы. Айдана драмасының тарихи құндылығы ол халықтың ашаршылық кезіндегі халықтың жай-күйін бейнелеу. Ал дәлел айтсам, дәлел. Біз бұл тарихи кезеңді олардың диалогтарын сөйлесу арқылы білуге боламыз. Диалогтан айтамыз, иә? Ал мысал келтірейікші көркемдік құндылығына. Жазушы бұл шығармада көркемдік құралды шебер қолданған. Ол метафора, эпитет теңеулерді қолданған. Оны біз Нұрханның мына өлең жолдарынан біле аламыз. Сүріктей, күріктей, сүріктей деген сөздерде ол теңеуді кеңінен қолданған. Теңеу қалай салды бұл жерде? Дайдей, тайдей жинақтарға қырсалды, иә? Ал отыраға тамаша. Ал қорытындыны айта отырдық. Бұл шығармада Шерхан Мұртаза бұл шығармада өзінің тарихи және көркемдік құндылықтарымен бұл шығарманы ашып, бізге оқушыларға түсінікті қылып жеткізіп берді. Ал екінші топтан кім сөйлейді? Шығарманың тарихи құндылығы неде бұл? Ал тарихи құндылығы сол 1938 жылдағы ашаршылық кезеңдегі адамдардың зардап шегуін тарихи руханы көркем баяндап берді, иә? Ал енді дәлел. Дәлел, қандай дәлел келтіреміз? Қандай дәлел келтіруге болады? Айдана айта ғой.
қандай дәлел келтіре аласыз? Мысалы, шығармадағы Рысқұлов пен Мүсіреповтің диалогынан аңғаруға болады. Мүсірепов пен Рысқұловтың диалогынан немесе барлық бірінші суретке, төртінші суретке барлық жауап эпилогтан диалогтардың бәрі не болады? Мен көркемдік құндылықты анықтап тұрған жоқ балалар, иә? Отыр. Ал енді қорытынды пікір айтайықшы. Кім айтады топта? Шығарманың құндылығы туралы. Кім айтады? Бірінші топтан қосам деген бар ма пікірге? Аяғын айта қойшы. Шығарманың құндылығы бізге адал, әділетті болу керек деді. Адал, әділетті болу керек деді ма? Ал бүгін сабақта аз қатысқан оқушыларға мен не беремін? Қандай сұраққа қатысу бойынша тапсырмалар берейін. Әрине бізде тек көрініске ғана қатысты, мына жақта бізде бар оқушы қатысты. Ұлпанға береміз, Ұлпан аз қатысты. Мына жақта Әкешанға береміз. Ал дайынсыз ба? Кім дайын? Ал айта қой. Шерхан Мұртаза қазақ әдебиетін қандай шығарма болып барады? Шерхан Мұртаза ақындар мен ақындар елім саған айтқан елбасы секілді шығармалармен толықтырған. Ақындар мен әкелер сосын мылтықсыз майда драмаларын толықтырды. Ал отыра ғой. Екінші сұраққа? Ашаршылық кезі қай жылдары пайда болды? Ашаршылық кезі 1930 жылдары. 31-32 жылдары. Ал жақсы. Шерхан Мұртаза әлем әдебиеті өкілдерінен кімдердің шығармаларын қазақ тіліне аударды? Шерхан Мұртаза Андерсонның және де Айтматовтың әңгімелерін, яғни олардың шығармаларын қазақ тіліне аударды. Отыра ғой. От қояқ бәрін жауап еттік пе? Ал енді балалар, жаңағы соңғы тапсырма бойынша өз-өзіміз бағалайықшы. Кім сөйледі бізде бірінші топтан? Әліби сөйледі бірінші. Әліби айта қойшы. Мен өз-өзімді бағалар болсам, бүгінгі сұрақтарға нақты жауап бердім деген ойдамын. Көрініс рөлдік ойынды да жақсы ойнап шықтым деген ойдамын. Ал соңғы тапсырма бойынша айтамыз. Соңғы тапсырма. Мен өз ойымды нақты әрі дәлелмен келтіре алдым деп ойлаймын. Дәлелмен келтіре алдым. Тағы да кім сөйледі бізде? Қалдан сен сөйледің бе? Мен Бесеудің хаты драмасының тарихи құндылығына өз ойымды толықтай жеткізе алдым деп ойлаймын. Ал екінші топтан бізде кім сөйледі? Айдана ғана сөйледі. Мен өз ойымды кітаптардан мысалдар келтіру арқылы дәлелдеуге толық жеткізе алдым деп ойлайсыздар. Балалар, ал бүгінгі сабағымызды кері байланыс беретін болсақ, маған нәрсені айт, кері байланыс арқылы қарап, оқу мақсаты. Біз бүгін оқу мақсаты бойынша жұмыс жасадық. Енді сабақта не өтеді? Бірінші оқу мақсаты бойынша композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіндік. Енді композициялық талдау жасадық па балалар біз бүгін? Жасадық. Идеясын түсіндік па? Түсіндік. Екінші оқу мақсаты бойынша кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау бойынша драмадағы кейіпкерлерді типтік образдарды анықтадық па? Анықтадық. Қалай анықтадық? Әр кейіпкердің мінез құлықтары. Ал айта ғой. Біз Сталиннің сосын тағы да басқа кейіпкерлердің образын аштық деп ойлаймын. Образын аштық деп ойлайсыз. Үшінші, тарихи көркемдік құндылығын анықтадық па балалар? Анықтадық. Мәтіннен мысал келтірдіңдер. Ал бүгін оқушылар бағалайтын болсақ, 5 деген бағаны бүгін бірінші топтан Әлібиге, Ерхатқа, Аярханға, Тазанға қоямыз. Екінші топтан 5 деген бағаны Айданаға, одан кейін Әлен айтты ой, Рысқұл Айданаға қоямыз. 4 деген бағаны Әкежан, Айсана, екінші топтан Нұржас, Бағдәулет, Әли, Ұлпан. 4 деген бағаны қоямыз балалар. Енді үй тапсырмасы. Бесеудің хаты драмасындағы Тұрар Рысқұловтың ұлт қамышын еткен еңбегін дәлелдеп жазыңыз, эссе жазамыз. Үй тапсырмасы түсінікті балалар? Түсінікті. Сабағымыз аяқталды, қош сау болыңдар.